Геологиялық барлау колледжінің денсаулық пункті 1971 жылы құрылған. 2015 жылы қайта құрылып, номер 1 жатақхананың 1 қабатында орналасқан. Денсаулық сақтау пункті алғашқы медициналық көмек көрсетуге, науқастарды қабылдауға, екпе егуге, физиопроцедураға, емдік тағайындауларды орындауға арналған. Жұмыс уақыты 8:00-ден 17:00-ге дейін. Денсаулық сақтау пунктінде науқастарды қабылдау кабинеті бар. 8:00-ден 16:30-ға дейін науқастарды қабылдау жүргізіледі. Егер көрсеткіштер болса, науқас емханаға басқа мамандарға кеңес алу немесе тексерілу үшін жіберіледі. Аптасына 2 рет дүйсенбі және де бейсенбіде қабылдауды учаскелік терапевт жүргізеді. Дәрігерге дейінгі емшара кабинетінде тамыр-ішілік, бұлшық-етшілік инъекция, тану сияқты түрлі манипуляциялар жүргізіледі. Егу кабинеті егуге арналған. 16 жасқа толған студенттер дифтерияға, көкжөтелге және де сіреспеге қарсы екпе алады. Еліміздің түрлі аймақтарында дала жағдайында тәжірибеден өтуге байланысты 3-ші курс студенттері кене энцефалитінен екпе алады. Егуді тек учаскелік терапевт жүргізеді. Екпені алу алдында терапевт студентті тексереді және де содан кейін ғана студент екпеге жіберіледі. Сондай-ақ мұнда барлық студенттердің егілу құжаттары сақталуда, онда барлық екпелер тіркеледі. Қызметті кабинетте студенттердің құжаттарымен жұмыс жүргізіледі. Студентті қабылдау кезінде біз әр адамға медициналық карточка ашамыз. Физиокабинет УВЧ 70012 стрела аппаратымен және де УКФК 01 солнышко ультракүлгін кварцты сәулелендірулі құралмен жабдықталған. Сондай-ақ студенттер сабақтан босатылмау үшін сабақтан тыс уақытта немесе үлкен үзіліс кезінде ем алады. Мұрын тамақтың қызуы. Массаж кабинеті. Дәрігердің тағайындауымен студенттер жеңіл массаж курсын алады. Осы кабинетте студенттер жатақханаға орналасар алдында қышыма мен педикулезге тексеру жүргізіледі. Стерилдеу жуу кабинеті құралдары мен тану материалдарын өңдеуге және де стерилдеуге арналған. Ол ОМ-8001 СБУ құрғақ өрт шкафымен жабдықталған.